Бұл сабағымызда символдар массиві string туралы өтетін боламыз. Python курсы сабағымыздың папкасының ішінде string.py деген файлды создавать еттік. Бұны Ctrl+B басу арқылы жабайын, және Ctrl+ басу арқылы экранды дәуетіп алайын өзіме. Енді string дегеніміз, біз білесіздер, символдардың массиві. Мысалға, бір name деген айнымалын тағайындап, оның ішіне мысалға 2 тырнақша жазсаңыз болады, немесе 1 тырнақша жазсаңыз болады. Қалағанын жазсаңыз болады өзіңіз. Name Мұртаза, surname, мысалы екіншісін мен 2 тырнақшамен жаздым. Surname және age деген жасты мысалға 28 дей салайын. Осы string типіндегі мәліметтерді біз экранға жаздырып көрейік. Print my name is бос орын плюс name плюс және surname және and I am бос орын плюс age плюс years, мына жерге бос орынды ұмытпайық, years old. Мына жерде осыны орындатқызатын болсақ, егер біз сақтаймыз, мына жерге string.py çalıştыратын болсақ, жұмыс істететін болсақ, қате береді. Неге? Өйткені барлық нәрсе бізде string типінде мәлімет болып келді де, арасында бірақ сан бар. Сан мен string екеуін бірлестіре алмаймыз, yani біріктіре алмаймыз. Ол үшін мына жердегі age айнымалысын келіп string типіне айналдырамыз. Сол кезде орындалатын болады. My name is Мұртаза Самат and I am 28 years old деген сияқты. Мысалы, мына жерде name мен surname'нің ортасына бір бос орын қалдырайық. Сол кезде біздің атымыз бөлек жазылады, және and-ның алдына бір бос орын қалдырайық, сақтайық. Қайттан жұмыс еткізсек, уже арасы ашылып жазылады. My name is Мұртаза Самат and I am 28 years old. Енді мынаны string типінде айналдырып, болмаса сан күйінде сақтап, бірақ мына жерді string типпен түрлендіру жұмысын жасауымыз керек. Сол кезде бірдей нәтижені алатын боламыз. Енді бұларды барлығын біз бір айнымалыға тағайындап алып, мысалға, мына жердің барлығын кесіп алайын. X сәлем деген айнымалын тағайындайын да, сол жерге берейін. Сәлем деген. Енді printtің ішіне мен сәлемді жаздыра аламын. Сақтаймын, терминалды қайттан жұмыс еткізейін. Мысалға, мына жерге қайттан дәл сол нәтижені алдым. Енді бұны қайтып орнына қоя салайын. Сәлем деген емес. Сіз қалай жасалу керек екенін көрдіңіз. Енді мен бұл нәрсені бір қатарда жаздырғанды қаламаймын. Мысалға, I am 28 years old деген сөзді келесі астына жазғанын қалаймын. Ол үшін Python'да арнайы бір символ бар. Ол // және n. Осы // n-ді бассаңыз, арасына сөзді қойсаңыз, Python интерпретаторы, яғни оны келесі қатарға көшіреді. Осыны сақтайық. New терминал, қайттан орындатқызайық. Python string.py жасатқан кезде, мына My name is Мұртаза Самат and I am 28 years old деген сөзді екінші қатарға шығарып берді. Мына жерде /n-ның арқасында. Енді
өзіңіз қалаған бойынша жұмыс жасай берсеңіз болады. Бұл туралы мысалға мына жерде барлығы бізде string типіндегі мәліметтер. Енді string деп не үшін айтамыз біз? Міне символдардың массиві деп айтамыз ғой, иә. Массив дегеніміз не? Бірдей типтегі айнымалылардың, бірдей типтегі даталардың жиынтығы массив деп аталады. Мысалға M, U, R, T азы бөлек-бөлек жазылады. Енді осыларды біз мысалы мынаны комментарий қала салайын. Мысалға name деген айнымалының ішіндегі мысалы бірінші символы, яғни бұл жерде программированияда ең барлық нәрсе нөлден басталады, нөлінші индексіндегі мәнді экранға шығаруын көрейік. Мысалға print name'нің нөл деп жазамыз. Бұл жерге нөл дегеніміз бірінші индекс. Біздің тілімізбен бірінші индекс, программа тіліндегі нөлінші индекс. Ол біздің M әрпіне тең келеді. Сондықтан осыны қайттан жұмыс жасатқызып көрейік. Сол кезде так, мынаны сақтаған жоқпыз, сақтайық, қайтадан жұмыс етейік. Сол кезде M деген нәрсені келді бізге. Name'нің айнымалысының нөлінші индексі. Бұл енді 0, 1, 2, 3, 4, 5 ары қарай кетеді. Мысалға 3, 7-ден аяқталады. Мысалға 7-ден аяқталмайды, 0-ден басталғаннан кейін бұл 6-мен аяқталады. Сақтаймыз. Сол кезде A деген жауабы шығады бізге. Мына жердегі барлық енді керісінше санауымыз да мүмкін, яғни терісінен, мысалы A-дан бастайтын болсақ, бұны -1 деп жазсақ та болады. Мысалы 6 немесе -1. Екеуі бірдей. -1, -2, -3, -4 деп кете береді. Бұл да альтернатив бір жол. Яғни қайттан жұмыс еткізіп көрген болсақ, мысалы -1 мен ол да бірдей нәтижені алды. Енді мынаның барлығын мысалға біз жаңа дегендей сәлем деген айнымалын тағайындайық та осы жерге берейік. Енді бұл жерде үлкен қатардағы сөз, осыны біз экранға жазып көрейік. Мысалға сәлем дегеннің 5-ші элементін жазып көрейік. Мысалға қарапайым көрейік экранға. Ол M деген әріпке тең келеді екен, Мысалға my names деген жердегі M әріпіне тең келеді. Мысалға M0, Y1, бос орын 3, 4-ші әріп N, одан кейін 5-ші әріп A, 5-ші индекс мына жерде. Енді біз 5 деп жазғанымыз 5-ші индекс деген сөзіміз мына жерде. Индекс дегеніміз 0-ден басталғаннан кейін бұл жерде 6-ші сан біздегі. 6-ші мәлім, яғни 6-ші символ бізде M-ға тең келеді екен. Енді дәл осылай әртүрлі нәрселерін көре берсеңіз болады. Өзіңіз мысалға керісіншесінен көрейік. Мысалға -9 болсын. Бұл кезде уже соңынан кері қарай салынады. Бұл кезде экранға нәтижесін шығарып береді. 9-ші символ керісіншеде E екен, Мысалға мына жердегі E болуы мүмкін. Немесе осы сөз болуы мүмкін. Енді экранға полныйнан сәлемнің өзін шығарып, одан кейін санасаңыздар да болады. Енді бұны санамау үшін Python'да бір функция бар. Ол length деп аталады. Ұзындығын өлшейтін, мысалға сәлем деп, мына жерге бір ұзындық деп, ұз деп қоя салайын. Ұзындық тең len деген функция бар. Ол сәлемді ішіне жіберетін болсақ, осы сәлем айнымалысы ұзындығы қанша екенін экранға шығарып береді. Мысалға мына жерден -9-ның орнына ұзды көрейік. Қанша символ бар екен сәлем деген айнымалының ішінде. Экранға шығарып көрейік. Мысалға 53 символ бар екен оның ішінде. Ары қарай енді өзіңіз қалағаныңызды экранға шығара берсеңіз болады. Мысалы -1-ден бастап соңынан алдына қарай, немесе 0-ден бастап солдан 10-ға қарай сандарды шығара берсеңіз болады. Бұны да комментарий қалайын. Ctrl-Z, Ctrl-K, білесіздер. Алдыңғы сабақтарда көрсеттім. Енді мына жерде мынандай нәрсе бар. 53 символдың барлығын жеке-жеке экранға жазуыңызға болады. Болмаса print сәлем айнымалысының мына жерде 2-ші индексіне бастап қос нүктені қоятын болсам, ары қарай
қос нүктеден кейінгі сандарды, мысалы символдарды экранға шығарып беру. Мысалға 15-ші символға дейін кет. Яғни сол жерге дейінгі аралықты маған экранға жазып бер. Сақтаймыз, жұмыс өткіземіз. Сол кезде my name is Мұрт деген шықты. Енді мына жерде 15-ті 18 деп сақтайық. Қайтадан жұмыс өткізейік. My name is Мұртаза деген сөзді экранға шығарып берді. Толық болсын. 18-ші символға дейін кетті. Екінші символдан бастап, яғни майды алып тастады. Майымыз бізде 0, 1, 2 кетті. Бос орын бізде екінші символ еді. Сол бос орыннан бастап, мына жерде бос орын бар. My name is Мұртаза деген сөзді экранға шығарып берді. Енді бұл жерде бастапқы мәнді беруге міндетті емеспін. Мысалға мен бұны алып тастап, 18-ді алып тастап та экранға шығарып аламын. Ол бізде барлық сөзді шығарып береді экранға. Өйткені біз оны кескен жоқпыз. Нақты мына жерден тоқта деген сияқты кескен жоқпыз. Сол үшін бүкіл сол айнымалының ішіндегі бүкіл символдарды экранға шығарып берді. Мына жерде мынаны екіні де алып тастасақ болады. Мысалға ол кезде кәдімгі символды полный экранға мәліметті шығарып береді. Яғни 0-ден бастап соңына дейін кет деген сөз мағынаны береді. Сондықтан бүкіл сөзді мына жердегі мәліметті экранға шығарып береді. Бұны да комментарийға алайын. Енді бұл жерде де минусты терісінен қолдансаңыз болады. Мысалға сәлем. Бір қате жаздым. Сәлемнің минус 1-ден бастап минус 15-ге шейін жаздыр экранға. Өзде қалай болады нәтиже? Мына жерден минус 1-ден, мына жерге былай жазайыншы. Минус 1-ден аняққа кетті да, ол дұрыс емес жазылды. Мына жерде команда дұрыс берілген жоқ. Мына жерде минус 1-ден баста деді да, ары қарай біз оң сәнді беруіміз керек мына жерде. Мынау бастапқы қадам, мынау соңғы қадам. Яғни соңғы қадам минус 15 болғаннан кейін мына бетке кетті да, ол ал бірақ Python программасы минус 1 деген біз нүктеден алды да алға қарай жылжиды. Сол үшін алға қарай жылжығаннан кейін, мысалға 15 десек, минус 1-ден бастап 15-ге шейін кет десек, ол кезде қандай нәтиже шығады? Ол кезде де шыққан жоқ. Өйткені мен 0-ден бастады да, ары қарай оңға қарай кетті. Ол біздің мәндеріміздің барлығы сол жақта болғаннан кейін экранға ештеңе шығарған жоқ. Мысалға минус 15-тен минус 2-ге шейін жаз десекші. Бұл сіздерге мысал ретінде ойнап жатырмын мен бұны. Бұл жерде де экранға шығарған жоқ ештеңе. Мысалға, мына жерден 5-ші символдан бастады минус 1-ге шейін кет дейтін болсақ, ол кезде қалай болады? Ол кезде нүктеге дейін ғана кетті. Мысалы, мына жерге минус 1 дегеніміз нүкте еді ғой бізде. Сол нүктені жаздырған жоқ. Яғни дейін, соған дейін кетті деді. Сондықтан нүктені жаздырған жоқ. Ал экранға өзін полный жаздыратын болсақ, ол кезде индекске мән береміз. Яғни мына жердегі барлық символдардың индексіне қараймыз. Енді бұл сабағымызда да len методын көрдік. Яғни len біздің ұзындық, яғни аның ішінде қанша символ бар, соны экранға шығарып береді. Енді бұл сабағымыз осымен аяқталады. Яғни бұл жерде стрингпен ойнау, мәліметтердің стринг типіндегі мәліметтермен ойнадық. Біраз енді бірнеше мысалдарды өздеріңіз тексерсеңіздер болады. Мысалға /n-нің орнына /t-ны да қойсаңыз болады. Бұл табуляция. Енді сәлемнің экранға өзін шығара салайын. Мынаны алып тастайын да сәлемнің өзін экранға шығарып көрсете салайын бір. Бұл кезде міне I am 28 years old деген сөз, мына жерде бір 4 қадам, 8 қадам болуы мүмкін. Енді
санаған жоқпын. Табуляция жасады мына жерде. Арасын ашып берді. Солай ойнасаңыздар болады бұл string типімен. Енді бірнеше тағы да артықшылықтарын келесі сабақтарда көретін боламыз.